Қостанайдағы Назарбаев зияткерлік мектебінде қос олимпиаданың қола жүлдегері Иван Дычкомен кездесу өтті. Аса ауыр салмақтағы ал боксшыны балғындар зор қошеметпен қарсы алды. Кітапханадағы сұхбатта спортшы жас буынға өзінің жарыс жолындағы жетістіктерін баяндап берді. Менің жеңісім тәуелсіз елдің жеңісі, спортқа жасалған жағдайдың жемісі дейді боксшы. Одан әрі Иван Дычко жаттығу сабағын өткізді. Зияткерлік мектептің зейінді оқушылары спортқа да бейімділігін таныта білді. 30% населения Казахстана. Ел тұрғындарының кемі 30% бұқаралық спорт түрімен шұғылдануы тиіс. Бұл президент белгілеген меже. Осы мақсатта оқушыларға саламатты өмір салтын насихаттап жүрміз. Қазір Қостанай облысында түрлі спорт ғимараттары көптеп бой көтеруде. Және онда дене шынықтырумен шұғылданатындар да көбейіп келеді. Мен осы кісілер сияқты жетістікке жеткім келеді, себебі оларды барлық Қазақстан таниды, және ол қазақ елін, қазақ атын даңққа асқақтатып, қазақ атын әйгілі еткен. Спорт біздің өміріміздің айырылмас бөлігі болып келеді, және біз күнделікті жаттығу жасауымыз керек. Демек, бұл біздің денсаулығымызға әсер етеді.